Саламатсың ба, Марьям? Кеттік. Саламатсыз. Бүгінгі біздің тақырып бұрыс бөлшекті аралас санға және аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру. Я? Мгм. Көрініп тұр ғой экран, я? Я. Ал кеттік. Тыңдайық. Бізде бұрыс бөлшек бөлінсе, біз оны аралас санға айналдыра аламыз. Бірінші аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырғанды көрейік. Дауысын Соңға бізде 5,3-2 деген аралас сан берілсін. Оны біздер бұрыс айналдырайық. Бірінші бөлшек сызығын сызып аламыз да, бөліміндегі 3 болса, енді қарайық. Бізде 5,3-2 деген ол бізде аралас сан. Яғни аралас деген сөз мына жерде бүтіні бар және бөлшегі бар. Оны аралас деп атайды. Енді соны қалай бұрыс бөлшекке айналдырамыз? Қазір тыңдайық. мына жерде 3 болады. Яғни бұрыс бөлшегінде бөлімі 3 болады. Ал мына 3 пен 5-ті көбейтіп аламыз. Және оған қосамыз 2-ні. Яғни алымдағы санды. Сонда бізде 3 өзі қалай берсін? Ал алымында 3, 5, 15, 15-ге 2-ні қоссаң, 17 деген сан шықты. Яғни мына жерге қарайтын болсақ, бірінші астында тұрған санды біз бөлімі дейміз, я? Осы бөліміндегі сан астында қалады, бөлімінде жазылады міндетті түрде. Басқа санға өзгеріп кетпейді, оны жазамыз. Ал осы бүтін санмен, яғни 5 пен 3-ті көбейтіп, 2-ні қосамыз. Міне көріп тұрсың ғой? Я мына ереже көріп тұрсың, я? 3 пен 5 көбейту, қосу 2 деген. Сонда 17 шықты. Қазір біз тағы да көрейік, тағы да қандай мысал. Біздер 3-тен 17 деп жазсақ болады. Екеуі бір нәрсе. Немесе 1,6-дан 5 болсын. Бөлшектің бөліміндегі сан әрқашан қалай береді? 6 мен 1-ді көбейтеміз. Және оған 5-ті қосамыз. Яғни мына 2 санды көбейтеміз де, оған мына санды қосамыз. 6, 6 1 6, оған 5 қоссақ, бізде 11 деген сан шықты. Мына жер түсінікті ма енді? 6-тан 11 деген. Мариям, сен түсініп отырсың ғой, я? Я. Егер түсінбей жатсаң, сұрақтарың болса, айт. Енді мына 6-тан 11 деген бізде бұрыс бөлшек деп аталады. Өйткені алымы үлкен, я, міне бөлімінен. Сондықтан мына 3-тен 17 ол бұрыс бөлшек деп аталады. Алымы бөлімінен үлкен болса, солай аталады. Келесі мысалымызды көрейік. Тағы бір мысал келтірсек, 3,5-тен 4 болсын. 5 өзі қалай береді? 5 3 15, оған 4 қоссаң, 19 деген сан шықты. Бірінші сан. Енді біздер Мынау ше 5-тен 19 қалай шықты? Мариям, сен айтып жүрші. Бұрыс бөлшек. Я, қалай шықты? Дұрыс қой, бұрыс бөлшек екенін. 19 қалай шықты мына жерде? 5-ті бірінші біз жаза береміз. 3-ті 4-ке көбейтеміз, қосамыз 5-ке. 3-ке 4-ті көбейтсек 12, 12-ке 5-ті қоссақ 17 шығады. Бізде 19 шығып тұр. Мариям, сен естіп отырсың ба сабақ? Ой, 5-ті 3-ке көбейтеміз, қосамыз 4-ке. Я, ұмытпаймыз. Біздің қосатын неміз қалай болу керек? Қазір көрсетейін, басқа түс алайын. Міне, біз бұлай көбейтеміз бірінші. Көріп тұрсың ба? Қалай көбейтемізді? Сосын барып жаңына нені қосамыз? Міне, 2-ні қосамыз. Мына жерде 5-ті қосамыз. Мына жерде 4-ті қосамыз. Түсінікті ма? Енді келесі бұрыс бөлшекті, мынандай бұрыс бөлшекті қалай аралас санға айналдырамыз? Соны тыңдайық. бұрыс бөлшекті енді керісінше аралас санға айналдырайық. Мысалға бізде 3-тен 14 деген сан берілсін. Біздер оны 3-тен 14-ті біз 14-ті 3-ке бөлгенмен бірдей. Себебі біздер бөлшек сызығын бөлу деп аламыз. Яғни 14-ті 3-ке бөлеміз. Мына бөлшек сызығы не екен? Бөлу. Бөлу деген сөз. Сонда 14-ті мынандай баған түрінде 3-ке бөлеміз. 14-тің ішінде 3 қанша рет бар? 4 рет бар. 4 3 12. 5-тен 5 15 бөліп асып кетеді. 14-тен 12 бассақ 2. Сонда бізде 2 қалды. Демек, мынау қанша бүтін шықты, соны мына жерге жазамыз. 3 өзі 3 болып қала береді. Бөлшектің бөліміндегі 3 болып қала береді. Қалдықты үстіне жазамыз. Сонда 4 3 12, үстіндегі 2 мен 14 шықты. Енді мына жерде қалай көрейік? Енді неге 14-ті 3-ке бөлген кезде 5-тен бермедік, Мариям?
Өйткені көп болып кетеді. Ya 15 болып көп болып кетеді. Сондықтан 4-тен бердік. 14-тің ішінде 3 4 рет кездеседі. Қалдығымыз неше болды? 2. Қалдық 2 болды. 2-ні қай жаққа жазады екен? Жоғарыға, Алымнан. алымына жазады екен. Дұрыс, молодец, алымына. Енді дәл солай мынаны несеп көрейікші екеуміз бірге. Шығарып көрейік. Екеуміз бірге жасыл түсті таңдай салайын. Міне 17 бөлінген 3 деп көрейін. 17 бөлу 3. Нешеден береміз? 5-тен. 5-тен. 5 жердегі 3-ім 15. 15. Қалдық неше болады? 2. Қалдық 2. Сонда біз мынаны аралас санға айналдырған кезде, мына бұрыс бөлшекті, неше бүтін болады екен? Міне бүтіні мына жерде тұрған сан. 5 бүтін, 5 бүтін. Мына 3-ті жазамыз міндетті түрде мына жерге. 5 бүтін. 3-тен 2. 3-тен 2 міне қалдығын жазып тұрық жоғарыға. Көріп тұрсың ба? Мына жер сонда қалдықты алымына жазады екенбіз. Болады дейді. Мына натурал сандарды көріп тұрсың ба? Мына 9 деген санды қалай жазған? 8 қосылған 7-ден 7. Яғни 8 бүтін 7-ден 7 деп жазып тұр. 7. Не үшін? 7-ні 7-ге бөлген кезде бізде неше шығады? 1. 1-ге 8-ті қоссақ, 1-ге 8 қосқанда 9. 9 шығады, дұрыс па? Именно осы тақырыпты сен жақсы білу керексің. Алда бізде азайту деген тақырыптар болады, жай бөлшектерді. Сол кезде міндетті түрде осы нәрсені қолданамыз. Енді тағы да қарайық. 9-ы міндетті түрде 7-тен 7 емес, 9-ды былай жазуға болады екен. 8 бүтін 5-тен 5 деп жазуға болады. Себебі 5-ті 5-ке бөлген кезде неше? 1. 1-ге 8-ді қосқанда 9 керексің. Яғни 7-нің ішінде 4 неше рет бар? 1 бүтін, дұрыс па? 1 бүтін болады ма? 1 бүтін нешеден неше? Яғни 7-ні 4-ке бөлген кезде қалдық қандай болады? Сол керек. 3 қалдық. Дұрыс. Міне 1 бүтін 4-тен 3. Сонда мына екеуін қосайық. 1 бүтін 4-тен 3. Түсінікті ғой, 4 не үшін екен? Өткен бөлімі 4. Келесі сан 3-тен 5. Аралас санға айналдыр. 5 3-ке бөлсек 2 қалдық. 3-тен 1 бүтін 3-тен 2. 1 бүтін 3-тен 2. 1 бүтін 3-тен 2 деген мұны тұр екен. Дұрыс. Енді 3-тен 8 деген. Так. 8-дің ішінде 2. Дұрыс. 2 бүтін 2 бүтін 2 қалдық болады. Яғни 3-тен 2, дұрыс па? 2 бүтін 3-тен 2. Міндетті түрде бөліміне қараймыз. Бөлімі 3 болса 3 дейміз. Ал мына жерде бөлімі 2 екен, енді қара. 2-ден 3. 2 қалдық 1. Неше бүтін? 3-тің ішінде 2 рет неше рет кездеседі? 1 рет. 1 бүтін 2-де 1. Дұрыс, молодец. Солай сразу аралас сан ретінде айт қалғандарын. 3-тен 4. 1 бүтін 3-де 1. 1 бүтін 3-тен 1 деген қайда бізде? Міне тұр. 1 бүтін 3-тен 1, дұрыс. Келесі 4-тен 5. 1 бүтін 4-тен 1. Дұрыс, 1 бүтін 4-тен 1, молодец. Келесі 3-тен 7. 2 бүтін 1-де 3.
3'ten 1. Birinchi biz қазақшада birinchi bölümünü aytamiz. Орыста да, ағылшында да birinchi жоғарғысын айтады, бірақ қазақшада biz birinchi bölümünü aytamiz. 2,3'ten 1 dedim. Dұрыс. Келесі 4'ten 8 дейді. Екі бүтін төртте Қалдық бар ма бұл жерде? 8 4-ке бөлгенде. жоқ. Ya, неше шығады сонда? 8 4-ке бөлгенде неше шығады? Екі. Ya, 2'nin өзі. Ya. Ары қарай 2'ден 5. Неше? Екі бүтін бір бүтін Жоқ, 2 бүтін ғой. İçinde 2 рет. екі бүтін екіде бір. Дұрыс, 2,2'den 1 деген мына жақта тұр екен. Соңғы есебіміз 3'ten 9. 3 болады. Дұрыс, молодец.